Жалғыз үйдің аты жалғыз үй ғой, оның үстіне Машекең о дүниеге кеткелі бұл үй басы Шарапи ағаның өзі болып, Машекең жоқтығына бүкіл әлем көшіп кеткендей қоңылтақ сидау деймін. Мен атты дыр етіп тоқтатып қақпадан Шарапи аға шыға келді. Қасқыр ішіктің жағасын артқа қарай сілке-мілке қайырып жіберіп, шанадан қарғып түсіп, Шарапи аға деп құшақтай алдым. Шарапи ағаны Машекең қайтыс болғалы көріп тұрғаным осы. Сондықтан да жаңағы құшағымда көңіл айтуымда бар еді. Шарапи аға да солай сезген болар. Үйге кірдік. Зейнеп шешей орталық бөлмеде екен. Зейнеп ана маңдайымнан иіскеп, одан оң қолының алақанымен маңдайымнан сипап қасына отырғызды. Молда атамнан айырылғамыз, Дихан қарағым деп, қамығып, көзіне жас алды. Дастархан жайылды, әндетіп сара самауырын келді. Бой жылынды, ой жылынды. Менің келу сапарым жайын Шарапи аға сонда ғана сұрады. Мен жайлап қана нанымды үнмен келген жұмыс жайымды айттым. Тапқан екен ол жазушыларың, молда атам қазынасын талапайлататын адамды, деді. Зейнеп шешей де күйеуінің мұнысына риза болды. Дастархан жиылысымен мұнда жүр, молда атам бөлмесіне жүр, Дихан айналайын деп, Шарапи аға мені түргі бөлмеге ертіп кірді. Әйнекке қарсы қабырғада тұрған қоңыр күрең екі шкафты көрсетіп, молда атам кітаптары, жазбалары осы екеуінде, деді. Шкафты ашқанша, Машекең мұраларын көргенше, алып шыққан дегбірсіздігіме өзім іштей зекіп алдым. Қабырға пешке іргесін тегізе жиналған қалың төсек. Оның бас жағында үлкен-үлкен екі көк жастық, еденде ақ кигіз алаша. Әлгі екі шкафтан төмен есік жағын ала ілулі бет орамал, дәрет орамал. Әйнекке жақын төрт бұрыштағы жұмыс үстелінің үстінде кәдімгі тақиясы. Бөлменің нақ ортасында дөңгелек үстел үстінде қағаз қауырсын қалам, жай қалам, сия сауыт қарындаш. Төсегінің бас жағында кең бұрышта оқалы шапаны мен ұзын ақ көйлегі ілулі. Әне бір шағын айнаның жанында бірі былғары, бірі ағаш, екі шамадан. Жиһанкес Машекеңнің бұл екі шамаданы қашанда жол серігі болатын. Біреуінде шай қанты жеңіл киімдері, орамал сабыны насыбайлық демексі. Былғары шамаданында кітаптар, жол жазбалары, қағаз қалам қарындаш болатын. Босаға жақта жез шәйнек, жез лекен, орамал. Бұл көріністерді нағыз музейлік сипат берсін. Мен әкемнің хатын беруге осындай бір жайлы шақ күткен едім. Соның реті келген шығар деп, Шарапи аға деп төс қалтамнан қолымды салып, әкемнің хатын алдында Шәкеңе ұсындым. Шарапи аға арабша мол сауатты, зерделі адам еді. Жаңағы мен ұсынған хат сөзін әйелі Зейнептің де естіген жөн көрген болар. Дауыстап оқы деп маған берді. Шарапи, екеуміздің сауатсыз салғырттығымыз үшін Мәшекеңнің мұра сөздері жұрт қолында кетіп жүрмесін. Бер. Жоғарғы жер кітап етіп шығаратын көрінеді. Бер. Әбіл. Сауатсыздар Әбіл екеуміздей сауатсыз болса, шүкірлік дер едім, деп күлді Шәкең. Зейнеп апай, адал достың көңілінде көлеңке болмайды дейтін еді ғой, молда атам. Әбекең сол ғой, жаңағы сөздерді айтам деп ас кідірді де. Жазды күні, ту сонау бес көш жердегі тамды мен Қарақоғадан, молда атам көзі тірісінде бата қыла келгендердің ішінде Әбекең тіпті жан жақындығын көрсетіп еді сізге, Төлеубайжанның ағасы, деп күйеуіне жарқын қарады. Иә, оның рас, өйткені ол Әбіл ғой, деді Шәкең. Бір бата оқырында мен де болғанмын. Жосалдағы интернаттан жайлаудағы өзіміздің ауылға бара жатқанымда Мәшекеңе сәлем бере кетейін деп әдейі соққам. Жаңағы бата оқырлардың бір тобы келіп жатыр екен. Бата оқыр дастархан басында мәшһүрге тие берсін, ішіңдер, жеңдер, Аллах бір деп, батасын өзі істеп, жайған алақанын бетіне тигізбей, егі тұсынан төмен сүріп батасын бітіреді екен. Бұл жолда сөйтті жарықтық. Неге таңданасыңдар? Мәшһүр өлмейді деп білесіңдер ме? Тумаған адам ғана өлмейді. Туу өлу деген мағына. Туған адам бәрі өледі. Бірақ біреу ерте, біреу кеш. Өлім жолы иненің жасуындай. Барлық адам өтеді сол тесіктен, деді. Терезесінің алдынан көрініп жататын көк дөңнің үстінен
қаздырып жатқан бейітіне барып қайтпақ болды да, қасыма сен ғана ер деп, соңғы жылдардағы жол серігі әрі күтушісі Шатабекті алып дөңге қарай беттеді. Мен барғым көргім келетін көңілімді көзіммен білдіріп, Шарапи ағаға қарап едім, ол кісі жүр деді. Біз барғанда Мәшекең болашақ мавзолей зиратының астыңғы қабатынан лайықталатын бөлме орнын қазып жатқандардың қасында тұр екен. Қазыңдар, терең қазыңдар. Мәшһүр қашып шығып кете алмайтындай етіп терең қазыңдар деп сылқ-сылқ күледі де, және кең қазыңдар. 10-15 адам сиятындай кең болсын, кірпіштері берік қалансын деді. Тірлігінде ұры қарылардың озбыр қиянатшыл, аю мінез әкімдердің қара халыққа жасаған қиянатын қызыл тілмен қылыштаған мәшһүрдің шатағы аз болып па? Тірімде тістері батпаған сол сойылқандар мен көз жұмғасын өш алуға үстінен арыз жаудырып, мүңкір нәңкірге тергеттірмей қоймас. Сонда менің мұндағы дұрыстығымды қорғауға бірнеше періште келер. Кең қазыңдар деп Мәшекең сылқ-сылқ күлді. Қазушылар да күлді. Бізден бұрын барған бір адам бар екен. Солардың ішінен қаз мойын, ұзын сирақ тәш. Мәшеке, ұлылыңызға қолдық. Тірісінде көрін қаздырып қойған адам еш заманда еш қайда жоқ. Мәшһүрдің мынасы не сұмдық деп отырды әнеу күні біреу. Кім? Дәуітбай білгіш. Сұмдық көрді емес, төрде төре болып отырғандарында, қиянатта, зорлық зомбылықта, алдау арбауда, кісі хақысын жалмауда, өсек отырып, жала пәледе. Менің көрім шыр етіп дүниеге келген сағатымда лайықталған. Соны енді өз көзіммен көруге қазырсам, несі сұмдық? Өлгенде жататын орнымды көзімнің тірісінде әзірлетіп қойып жатырмын. Өлгенде көрді емес, төрде. Мынау төргі бөлме төрінде, 4 бағаналы алып нар кереует тәрізді ағаш төсекте шалқамнан жатпақпын. Өмір бойғы армандарымның біріне жетпеген мәшһүрдің о дүниеге кетерінде жеткен бұл арманын күндегендер күншілдік көгенінде қылқынсын. Аллау әкбар деді Мәшекең. Ешкім ештеңе дей алмады. Бұл есімде. Ал қазір Шарапи ағамен отырысымызда мен. Мәшекеңнің қалай қайтыс болғаны халыққа аңыз болып кетті. Бірақ мен өз аузыңыздан естігім келеді, Шарапи аға деп өтіндім. Халық өсіріп те, өшіріп те айтып жүрген жоқ. Расы сол. Сол күні таңертеңгі шайды осы бөлмеде, осы үстелде іштік. Молда атам күндегісіндей нақыл сөздерін, ақыл сөздерін айтып отырды да, сен ана шкафты аш та, месқараны әкелші деді. Әкеп бердім. Қолына ала беріп, жүректің қазынасын қазған мәшһүр, өксітпей, шашпай, төкпей жазған мәшһүр деп жіберді. Сөй деді де, бітімі Құран бітемдес, қалыңдығы Құраннан 2 есе қалың жаңағы қарамес қолжазба кітабының 2-3 жерден беттерін ашты, көз жүгіртті. Көзінде де жүзінде де ыстық сыйластық, ыстық қимастық бар. Енді орнына апарып қой деді. Айтқанын істедім. Қайтып кеп орныма отыра бергенімде, есіңде болсын Шарапи. Менен кейін менің сөздерімді елеп ескеріп, кітап қып шығарамыз деушілер болса, араб қарыптарымен теріліп шығарылатын болсын. Аллау әкбар деді. Көңіліме ештеме алғам жоқ. Зейнеп үстел үстіндегілерді жинап үстін сүртіп бола бергенде, босағы жақта тұрған шәйнек пен шляпшынға көз жүгіртті де, мен тақырат алайын, сен анда бара тұр қарағым деді молда ата. Зейнеп шығып кетті. Мен қолына су құйып тұрдым. Іш дәрет алды, жуынды сүртінді. Төсегіне кеп отырды да, мен енді дем алам, сен бара бер, шаруаңды істе, малыңа қара. Біраз уақыттан кейін кел, ұйықтап кетсем, оятпа деп күлді. Бәрін айтқанынша істедім. Бір кезде айтқан уақытында есікті ақырын ашып кірсем, төсегінде шалқасынан ұйықтап жатыр. Үлкен ақ орамалын кеудесіне көлденең салыпты. Қасына жақындап, молда ата деймін, үн жоқ, бетінен үлдім. Құлағым төсеп тынысын тыңдадым, тірлік белгісі жоқ. Мәңгі ұйқыға кетіпті. Молда атамның ақтық демінің бітуі осылай. Халық та осы шындықты ғажап көреді деді Шарапи аға.
Рас, ғажап, таңданасың. Бірақ таңдану бар жерде толғану болу да заңды. Олай болса, толғану топшылау, болжау, барында ұмытпалық. Жаз бойы батас теттіріп, бейітін қаздырып, мавзолейін салдырып, қыс басында бір сәтте қайтыс болды. Жақсының өлімі де жақсы деген осы да. Басқаны былай қойғанда, жұтаң жыл бастала бергенде, халық қасіретін көрмей ақ кетейін, о дүниеге дегендей, өмірмен қоштасқанын айтсаңшы, жарықтық.